Сәлем достар, сіздермен B2A каналы. Бүгінгі сабақта біз сайтқа регистрация жасау процесін қарастыратын боламыз. Жалпы регистрация жасауды қарастыру үшін бізге ең алдымен бірнеше қажетті бағдарламаларды қондырып алу керек. Оның ең біріншісі ол Denver деген бағдарлама, немесе XAMPP. Екеуі де бізде локальный хост құруға және сода сайтымызды орындауға мүмкіндік береді. Және де базадан қажетті барлық құралдарды осы бірге қондырылады. Менде қазір Denver қондырылып тұр. Оны қарау үшін локальный диск C-ға Web Servers деген папкаға қондырып қойдым. По умолчанию осы папкаде қондырылады. Әрі қарай Denver деген папкаға кіріп, Run дегенді басу керексіздер. Менде шрифтпен кішкене проблемалар бар, сондықтан бетінен де бір сұрақ белгісілер сияқты шықты. Ал негізінен сіздерде бір жазулар шығады. Қара экран жоғалғаннан кейін Denver жұмыс жасап тұр деген сөз. Оны тексеру үшін мына жерге localhost деп жазсақ, жұмыс жасап тұрғанын, жұмыс жасамай тұрғанын тексеруге болады. Міне ура, заработало деген шықты. Және де бұл XAMPP деген бағдарламада да дәл осындай localhost деп жазылады. Оларды қондырылу процесі өте қарапайым. Тек осы видеоның описаниясына установочный ссылка салып қоямын. Әрі қарай home деген папкаға кіруіміз керек, localhost және де 3W. Міне осы жерде жасайын деп жатқан сайтымызға папка ашуымыз керек. Мен қазір уақытты көп алмас үшін registration деген папка ашып қойдым. Ішіне екі файл салдым, connection.php және index.php деген. Сіздерді қазір құруыңыз керек. Оларды құруды көрсетіп кетейін. Мышканың оң жағын басып, new text document, новый текстовый документ деп таңдауыңыз қажет. Ішіне кіріп, файл, сохранить как или save as. И осы жерде жазасыздар мысалға. Файл дей салайын, просто файл. Мына жерде all files деген таңдаймыз. Все файлы. .php. Яғни біз PHP тілін жазатын болғандықтан PHP тіліне кеңеймесі расширениясы .php болу керек, және де мына жерде all files болып көрсетілу керек. Әйтпесе текстовый документ сияқты ол сақталады. Және де біз кириллицаны немесе қазақ немесе орыс шрифттерін қолданатын болғандықтан UTF-8 немесе Unicode деп кодировканы көрсетуіміз керек. Сохранить. Яғни мына жерде файл деген PHP шықты, новый документ шықты, оны өшіріп тастай аламыз. Файл PHP-да керек емес. Тек сіздерге файлды құруды барысын көрсеткім келген. Жалпы екі файлдың біреуінде connection.php-де айта кетерлігі осы жерде сіздерге тағы да бір бағдарлама құру керек, қондыру керек компьютеріңізге. Ол Notepad++ деген бағдарлама, немесе Sublime деген. Бұл бағдарламалар кодты жазуда, қарауда қажет болады. Яғни бұл бағдарламалар болмаса, блокнот арқылы жазуымызға тура келеді. Ол өте қолайсыз. Мен мысалға оң жақ кнопкасын басып, Connection Edit with Notepad++ деймін. Енді Notepad++ қондырылып тұр. Жалпы PHP файлда тег мынандай болып ашылады. Сұрақ белгісі PHP деп. Кіші белгісі, сұрақ белгісі PHP, және сұрақ белгісі, үлкендік белгісі арқылы жабылады осы тег. Және осы тегтің арасындағы орындалатын жазылған нәрсе бәрі PHP код болып есептеледі. Әрі қарай $host, бұлар айнымалылар, database, user, password деген. Яғни бізге ең бастысы осы төрт нәрсені анықталу керек. Біріншісі host. Ол сізде компьютеріңізде орындайтын болсаңыз, localhost болып есептеледі. Немесе кейбір жағдайларда 127.0.0.1 деп те көрсетеді. Бұл да сол localhost екеуі бір нәрсе. Біреуі сан түрінде жазылғаны, біреуі текст түрінде жазылғаны. Бұл екеуінде ешқандай айырмашылық жоқ. Әрі қарай database, бұл жерде біз құрған мәліметтер қорының атын көрсету керек.
әзірше бізде жоқ. Мысалға оның аты database қылып қалдыра берейік. Қазір құрамыз база данықтан. User деген локальный хостта болса, по умолчанию root болады. По умолчанию сосын пароль жоқ, яғни екі апострофтың белгісін салып кетеміз, болды. Ортасына пробел ештеме қоймаймыз. То есть пустой апостроф. Неге бұны жеке файл қылып алып жатырмыз десек, ертең болашақта сайт жасағанда сіздерде бір ғана файл емес, бірнеше файл болады. Яғни осы база даныққа қосылу үшін осы файлдарды просто connection.php'ді шақыра қойсаңыздар болады. Яғни сіздер мысалға бір хостинг алып, домен сатып алып, сол хостингке осы файлдарды салатын болсаңыздар, хост өзгереді, имя база данных өзгереді, возможно қала береді, бірақ user password өзгереді. Защита болу үшін сіздер пароль қоятын боласыздар, userдің атын өзгертетін боласыздар. Сол үшін бәрін бір жерден өзгерту үшін осы connection.php деген файл құрып тұрық. Әрі қарай енді база данных құрып алайық. Ол үшін браузерді ашып, localhost tools сызықша php-myadmin деп жазуымыз қажет. Егер сізде XAMPP болса, қателеспесем localhost / php-myadmin деп жазасыз, tools дегенді жазбайсыз. Міне ашылды. Базы данных дегенге басуымыз қажет. Әрі қарай создать базу данных. Бұл жерде біз database деп жазып кеттік жаңа. Database деп жазып қоя берейік. Мына жерде кодировкасын көрсету керекпіз. Егер кириллица қолданатын болсаңыздар, UTF-8 деген General CI дегенді таңдау керек. Осыны таңдаған жөн. Құрайық. Яғни енді бізде мәліметтер қоры бар, database деген. Бірақ оның іші бос, ешқандай таблица жоқ. Енді таблица құрайық. Таблицаның атын users деп құрайық. Регистрация формы жасайтын болғанымыз үшін. Количество столбцов дейді. Бізде әрбір юзерде ID болады, порядка номері. Ары қарай логин тұрады, пароль тұрады, FIO тұрады. Яғни 4 поле. 4 поле болады. Бірінші полеге ID деп жазайық. Int қала берсін, сандық тип болады. Индекс дегенге primary деп қояйық. Кілтті көріс. И auto increment деген. Auto increment деген өз-өзімен өсіп отыратын өріс. Счетчик дейді. Орысшасы. Яғни оған мән беріп бізге қажет жоқ. Ол автомат түрде мән өзі берілетін болады. Әрі қарай FIO деген өріс қосайық. Или login деген қосайық. Login бізде varchar болады. Ұзындығын 25 қылып қойайық. Пароль болады. Password дейік. Бұның да типі varchar. Varchar деген ол текст тип болып есептеледі. Оның да ұзындығы 25 және FIO. Бұның да varchar типін қалдырайық. Ұзындығын 55 қылайық, яғни фамилия, имя, отчество таңдау үшін. Мына жерде passwordты 40-қа өзгертейік. Өткен қазір сіздерге былайынша түрде сақтап көрсетем, және кодировка жасап сақтап көрсетем. Әрі қарай міне сақталды. Структура деген жерде users деген таблицаның аты шықты. Басайық. Users'ın ішіне кіру үшін. ID, login, password, FIO деп тұр. База даннықты құрып болдық. База даннықты таблицаны құрып болдық. Әрі қарай кодпен жұмыс жасауымыз керек. Екінші файл index.php-ді ашайық. Жаңа айтып кеткендей, мен уже бұл жаққа кодты жазып қойдым. Бірінші, жаңа connection-ға сервердің, хосттың, база данныхтан қолданушының парольдің данныйларын жазып кеттік. Сол үшін require once дегенді қолданамыз. Яғни бір рет қолдану connection.php дегенді. Яғни осыны қолдану арқылы ішіндегі мәліметтерді алып алады. Әрі қарай енді бізде мәліметтер қорымен байланысу керек. Ол үшін con деген айнымалы аламыз. Әрі қарай MySQL connect MySQL I. Әрбір PHP версиясында әртүрлі болып қолданылады.
кейбіреулерінде MySQL, ескі болса, жаңа версия болса MySQLi болады. Бұл жерде біз хост көрсетуіміз керек, user, яғни ана файлда бар, пароль және database мәліметтер қоры. Әрі қарай қараймыз if шартпен. Біз базаданыққа қосылдық па, қосылған жоқпыз ба сол жағын. MySQL connect error дейді. Сосын біздің жаңағы создать еткен айнымалымыз con дегенді жібереміз. Яғни бұл осы шарт орындалса, яғни дұрыс қосылмады деген сөз. Echo деген команда ол экранға шығару командасы. Яғни экранға мына query result error деген жазуды шығарып береді. Егер қосылған болса, мына шарттың ішіне кірмейді, әрі қарай орындалып жалғастыра береді. Бұл жерде біз MySQLi set char set дейміз. Яғни бұл кодировканы қондыру үшін. Біздің базаданықта кириллица тұрғаннан кейін оны алғанның оның шрифт кодировкасын установить ету үшін қолданылатын команда. Бұл жерде con дегенді жібереміз, яғни connection төбеде құрып алған айнымалы және кодировканың түрін UTF-8 дейміз, кириллица бар үшін. Мына жерде PHP кодты аяқтаймыз. Әрі қарай HTML код жазамыз. Яғни бұл PHP файлында кенемесі бар. Ішінде PHP кодты да жаза аламыз, HTML кодты да жаза аламыз. PHP кодты жазып болғаннан кейін тегті жауып тастасақ, HTML бұл жазып кете береміз. HTML-ды ашамыз, тайтлға registration деп жазып қоямыз. Bodyға келгенде міне бірінші PHP код тұр, бірақ астынан бастап түсіндірейін, формадан бастап. Мына жерде тіркелу формасы деген жазу бар. H3 әрі қарай method post дейді. Жалпы бұл HTML-да екі метод бар. Оның бір post, яғни формадан жібереді. Формадан жібергенде айнымалы арқылы алып аламыз. Екіншісі get деген метод. Ол адресный строка арқылы жібереді данныйларды. Қазір біз post методын қолданамыз. Сол үшін method postты көрсеттік. Әрі қарай бізге фиосын, логин, password, сосын repassword дейді. Қайтадан password теру керек. Яғни дұрыс па, дұрыс емес терін соны қарау үшін. И кнопка болады. Осыны орындау үшін. Бірінші input, name, fio дедік. Яғни мына жерде бәрінде name бар. Name login, pass, repass, яғни repeat password деген сияқты. Type бірінші екеуінде текстовый болады, login мен fio'да. Яғни қолданушы текстік мәлімет енгізеді. Password'та type password болады. Repassword'та password болады. Password пен тексттің айырмашылығы екеуінде де текстік мәлімет енгізіледі. Бірақ password деп қойсаңыздар, звездочка шығып тұрады әрбір енгізілген символға. Әрі қарай placeholder дегеніміз осы полияның ішінде жазылып тұрады по умолчанию. Аты жөніміз подсказка ретінде. Логин, пароль, парольді қайта енгізіңіз. Бірақ курсорды сонда апарып басқанда бұл жоғалып кетеді да, сіздің енгізілген мәліметтеріңіз ғана шығып тұрады. Required деген жазу толтыруға міндетті деген сөз. Яғни сіз толтырмай баттынды басып қойсаңыз, жазу шығады. Сіз толтырған жоқсыз, толтырмай орындалмайды. Это обязательное поле деп жазу шығады. 4 полеға да сондай қойдық, өйткені бізде бәрін енгізу керек. Ары қарай келесі компонент кнопка. Оны құруда button, name, reg button, type көрсетеміз. Type'ті көрсетуді ұмытып кетпеңіздер, submit. Ары қарай тіркелу деп жазамыз, button тегін жабамыз. Форманы жабамыз. Яғни қазір біз мына мәліметтерді енгізіп reg buttonды басқанда жоғарыдағы код орындалатын болады мына жердегі. Яғни біздің формамыздың типін post деп көрсеттік қой. Сол тексеретін if, set, $, нижний пробел, post, reg button. Яғни жаңағы кнопканың аты. Яғни осы басылған болса деп тексеріп жатыр. Басылған болса, fio деген переменный, $, нижний пробел, post деген fio дегенді алады. Яғни мына name'нан. Осыған енгізілген данныйды алады. Әрі қарай дәл солай логинді алады, парольді алады, repass қайталауды алады. Парольдің қайталануын.
Содан кейін біз қолданушының тіркеудің алдында бізде базаданықта осындай логині бар қолданушы бар ма жоқ па тексеріп алуымыз керек. Себебі көбіне логинді уникальны поле қылып қолданады. Сол үшін result деген переменныйға MySQLi query бұл MySQLi болғандықтан қасына connect'ты постоянно қойып отыру керек. Өтір SQL команд жазамыз. Select барлық поле, звездочка барлық полені алу дейді. From users деген таблица. Жаңа users деген таблицадан алдық. Және условие where login деген поле тең болса $login. Мына жерде апостроф қоюды ұмытып кетпеңіздер. Мына жерде бірлік апостроф, мына жерде екілік апостроф. Лимит 1. Лимит 1 дегеніміз тек бір-ақ қана запись алады. Сосын row деген переменні аламыз да MySQLi fetch array result дейміз. Яғни мынаны орындайды да, соның результатын массив ретінде мына row деген переменні алады. Әрі қарай тексереміз if row деген массив болып табылады осы жерде. 0-ші элементі тең болса пустой знакқа деп. Яғни біздің базаданықта осы логина осындай адам болмаса, 0-ші элемент пустой болып тұрады. Соны тексеріп жатырмыз. Бұл условие мына жерден бастап мына жерге дейін. Егер пустойға тең емес болса, бұл логин бос емес деген сообщение шығарамыз экранға. Эко бұл логин бос емес. Ал ондай тең пустой знакқа болса, парольдарды салыстырамыз. Енгізілген паз және repeat password тең ба деп. Екеуі тең емес болса, енгізілген парольдер сәйкес емес дейміз. Егер сәйкес болса, password тең md5 password. Мына жерде кодировка кетіп жатыр. Яғни біз енгізетін пароль өрісіне md5 тәсілі арқылы шифрованиядан өтеді. Содан кейін барып енгізіледі. Яғни бұл кішкене болса да защитаға. Әрі қарай a деген переменні аламыз да SQL команд жазамыз. Insert into users. Одан кейін value істейміз да 0 көрсетеміз. 0 дегеніміз жаңа auto increment поле қостық ID-ға. Соған ешқандай мән бермес үшін автомат түрде өсіп тұру үшін 0 деген көрсетеміз. Әрі қарай бізде логин тұр, пароль тұр, қателеспесем. Логин, пароль, FIO. Қандай ретпен құрдыңыз базаданды, сондай ретпен осы жаққа жазып шығу керек. Мына $FIO деп переменналарды. Одан кейін Q тең MySQLi query деген орындау осы queryді. Конды көрсетеміз міндетті түрде және запросты көрсетеміз A деп. Одан кейін тіркелу процесі сәтті өтті деген жазуды шығарамыз. Жалпы осы. Енді тексеріп көрейік. Мен есімде жоқ. Мендегі PHP версиясы. Бір сияқты. Аты жөнін енгізе салайын бірдеме деп. Логин деп жазайын. Passwordқа QWERTY деп жаза салайын. Passwordқа QWERTY. Жаңа мына жерде текст таңдадық, сол үшін жазуымыз көрініп тұр. Онда password деген тип таңдадық, сол үшін жазуымыз көрінбейді. Тіркелу кнопкасын басайық. Тіркелу процесі сәтті өтті дейді. Базаданыққа барайық. Usersқа басайық. Логин, passwordты md5 пен шифрование жасағым үшін мынандай бір жазба шықты. Бұл кішкене болса да защита болып есептеледі. Ары қарай бірақ бізде өрістер бір-бірінің қасында тұр. Соны бір-бірінің астына түсіріп қояйық. Ол үшін форма создать еткен жерімізде BR деген бар, ол келесі жолға түсіру деген сөз. BR деген сөз. Әрбір өрісті қосқаннан кейін BR сөзін қосып шығамыз. Қосып шықтық. Сақтаймыз. Енді қазір формамыздың түрі өзгереді. Бірінің астына бірі шықты. Тағы да бір BR-дан қоссаңыз болады, арасы алшақтау үшін. Центрға қойсақ болады. Центр деген тек бар, яғни барлық мәліметтерді центрге қарай
түзейді. Мына жерде бір боярдан қосымша арақашықтарын үлкейту үшін. Міне, тап ортадан шықты. Бұл логин бос емес деген жазу шығып тұр. Яғни манағы жазбаны сақтап қалған. Ат жөнін қалдырайық. Логинге логин деп теріп қойын. Парольға кез келген сөз тексере берсек болады. Ол парольдің бірдейлігін тексермейді. Базадан тіркелуді басам. Бұл логин бос емес деген жазу шықты. Қайтадан тіркеліп көрейік. Лог деп жаза салайын. Query дей салайын. Query деп қайталайын. Тіркелу процесі сәтті өтті дейді. Мұнда қайтып келетін болсақ. Міне, лог деген қосты. Енді тағы бір қатеге тексеру, ол бізде жаңа логин бәрібір қандай болса да, парольдары екі түрлі. 1-2-3 деп басайын, сосын 1-4-7 деп басайын. Тіркелу. Енгізілген парольдер сәйкес емес дейді. Мына жерде опечатка кетіп қалды. Ладно. Егер сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Видео ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған B2A каналы. Сау болыңыздар.